Переходим к представлению пары бойцов. В синем углу клетки. Бойцу 25 лет, его рост 175 сантиметров. Его профрекорд 7 побед, 5 поражений. Вес 62,2 килограмма. Боец вышел в клетку с желтой карточкой. Стиль ММА из Таджикистана. Шерзод Ибадиллаев. В красном углу клетки его визави. Бойцу 28 лет, его рост 170 сантиметров. Его профрекорд 12 побед, 8 поражений и 2 ничьи. Вес 61,2 килограмма. Стиль ММА из Узбекистана. Жаконгир Нажметдинов. Желаем удачи бойцам, ваш рефери Халил Мамиев. На середину, бойцы. Парни, правила знаем. После команды стоп не работаем. Пожмите руки. По углам. Шерзод Ибадиллаев жекпе-жекте ескертуден бастап отыр, яғни таразыға түскен кезде салмағы артық көрсеткен екен, сол жерде сары карточкамен бастайды жекпе-жекте. Ал Первый раунд. жекпе-жек басталды. Тәжірибелі жігіттер, талай мықтыларға қарсы айқасқан, әрі рекорд үшін қатты уайымдамайтын жігіттер, иә? Ыстыра бастады, қараңғы, бірден. Нажметдинов өте сенімді көрінеді. И контроль у сетки октагона Джахангира. Я так понимаю, ненадолго сейчас Халил Мамиев при отсутствии. Неплохо здесь сам отрабатывает. Шерзод. Да, Ибадиллаевтың өзі. Шабуылға көшті, бірақ негізінен күреске қатты ниеті жоқ жігіт. Аяқта тұрып соққа алмасқан өзінде. Жақсы. Зрез пытался пробить справа здесь. Джахангир и Тағы да ашық ұрысқа кетті. Бәлкім Шерзодтың бірнеше мәрте нокаутқа түскен ескеріп, е? Осал тұсы осы, соқ ұстау қабілеті төмендеп кетті деп ойлап жүрген шығар Нажметдинов. Олай болуы да мүмкін. растягивает своего оппонента здесь. Джахангир пытается остановить попытку тейкдауна. Енді бір сәтке тоқтатқандай. Мойынды алып көрмеш. Ибадиллаев әзірше екеуі деп күресемін деп оң нәтиже шығара алмады. Золотус, кажется, потряс этим ударом и не стал дальше добивать. Міне қыза бастады деген кезде екеуі де күресе бастайды, е? Ұзақ уақыт соққа алмасуға арнағылары келмейді. Екі аяқты осты қараңыздар бір-біріне. Нажметдинов және бар тейкдаун. Не смог перевестись, удержался на ногах. Шерзод. Әлі де жақын тейкдаунға, қауіп бар әлі.
Тамаша. Ал енді мына жерден ұзақ дайындады тейкдаунды. Қазір Нажмидиновтың келесі қадамы қандай болады екен деп күтіп отырмыз, бірақ әзірше міне енді бар. Да, стянул здесь Партер и что будет делать дальше здесь. Әйтеуір бір жолын тапты. Тамаша, әлі де шығарар емес астынан Нажмидинов. Ибодиловке енді раунд ұтылуға болмай. Онсы да сары карточкамен шығып отқанын ұмытпаңыздар. Что пытается сделать? Что вы? Джахангир, извиняюсь. Ударов не наносит. Позицию сменить не пытается. Жалпы позицияны жақсартудың өзі сәл қиын болып тұрған сияқты. Нажмидиновке раундтың соңында бірақ қаншама қиналып, көтеріп бір соққанымен тағы да жай ғана жамбас жерге тиіп отыра қалды Ибодилов. Шалқасынан жатқан жоқ. Уважаемые секунданты, освободите клетку. Ал, екінші раунд бірден басталды Нажмидинов. Тамаша. Ибодилов та бұған дайын болған сияқты, Іштей дайын тұрған болу керек. Бірден басталады деп. Ну, теперь уже, я так понимаю, Шерзот решил побороться и поддержать своего оппонента у сетки, но рано или поздно в любом случае придется. Возвращаться в стойку в центр октагона. Міне қызық. Тор жоқ маңайда қазір, қараңыздар, Мына жерден шығу оңай болмайды. Да, здесь может разгуляться Джахангир. Соны өзі күткен де сияқты. Міне торға қазір төрт аяқтап барып тіреліп алды. Ал енді қорғану кішкене жеңілдейді. Тордың құдіреті осы міне. Өте қауіпті позициялардан аман есен шығып алуы мүмкін. Не болмаса қарсыласыңа бір түк жасатпауы мүмкін. Бірінші раундтың соңында болған позицияны тағы бір мәрте көріп отырмыз. Жартылай позиция деп болатын шығар, Жеңіл жетіп соққы жасауға болады, бірақ айтарлықтай қауіп төндіре алмайсың. Возможно, после пропущенного удара Джахангир решил, что
подключая борьбу. Изначально стойки неплохо себя показывал, но Шерзот смог достать ударом. Может быть, это послужило. Міне қолмен қазір жамбастан өтеуір салып жатыр соққыларды. Қол жеткен жерге соққын салып отыр әйтеуір. Нажмеддинов өкшеден де ұрды, тобықтан да ұрды. Юру необходимо показывать активность. В целом, если желтая карточка сейчас у Шерзота, это достаточно довести просто поединок до судейского решения в таком ключе. И победа будет у Тахангира. Міне тағы да. Екі тізені бір-біріне қосқан болды. Қорғануға ешқандай аяққа тұруға еш мүмкіншілік бермейді. Ал қарсыласының құшағынан құтылып шыға алады ма Ибадилаев? Не удержался, Шерзот перевел своего оппонента. Бірақ мына жерде айтарлықтай қауіп төндіре алмайды Жахангир Нажмеддинов. Сондықтан ұмытпайық. Қазір тіпті Ибадилаевтың өзі біраз жақсартып алуы мүмкін жағдай. Жоқ. Бір қара күшке келген кезде, төзімділікке келген кезде Нажмеддиновтың мысы басым сияқты. Қалай дегенмен. Әйтеуір тыпыршып бір басып алып нәтиже шығарып жатыр. Да, продолжает, самое главное, демонстрировать активность. Каждый раз стягивает, пытается блокировать ноги, наносит какие-то короткие, неамплитудные, неакцентированные удары. Но так или иначе активность есть у Жахангира. Вот шанс теперь уже для Шерзода. Амаша, тағы соққы алмасу. Почему сам Шерзот решил побороться, не совсем понимаю. Бізді де осы сұрақ қатты мазалап отыр. Түсінбей жатырмын. Әзірше бұл сұрақтың жауабы жоқ. Енді күресте басымдылық қазір Нажмеддиновтың қолына толықтай кетті. Бұны мойындау керек. Екі раунд қатарынан Нажмеддиновтың еншісінде бұған сары карточканы қосамыз. Ибадилаев енді тек қана мерзімнен бұрын жеңіс құтқарады деген сөз. Уважаемые секунданты, освободите клетку. Ал көрейік. Барлығы дай. Қорытынды раунд. Үшінші раунд. Вперед снова Жахангир. Ибадилаевтың өзі есе қайтарып үлгерді. Міне ашық ұрыстан тәптер басталып жатқан жекпе-жек күреске кетіп қалады. Кажется, кто-то после таких ударов может улететь в нокаут. Тамаша. Көп соққы алмасқысы келмейді. Снова идет рубка. Последний раунд.
И теперь уже Шерзот контролирует своего оппонента в партере. О, мына жерден қазір міне кетті соққы. Тек қана мерзімнен бұрын жеңсіздеу керек. Басқа жолды қарастырмау керек Ибадилов. Ұпайдың қазір түкке қажеті жоқ бұл жігітке. Міне. Нәжмединов қазір позиция алуға жақын қалды, қараңыздар. Иә, соған келді де. Қателігін жақсы қолданды. Шерзоттың. Жақангер, ал енді кезек өзінде не болса да. Соққыны біраз жаудыруға болады. Ал соңғы 2,5 минутта ашық ұрыс көреміз бе? Шерзот продолжает атаковать. Здесь Джахангир также. Оу. Ал көрейік. Тейкдаунға кетті. Ибадиловты тәуекел деп аяқтан бас салғаннан не шығады? Бар тейкдаун. Тіпті бір сырт көзге оңай көрінді, шыны керек. Ал маунтқа шығуға жақын қалды. Фул маунт, құрмет көрермен қазір ұстап қалу керек. Тордың көмегімен ұстап қалды. Для Шерзота. Нет, не удержался в этой позиции. Әбден шаршады деген сөз ғой. Қаншама ауыр соққы кетіп жатыр. Джахангир пошел в разнос тут. Бұл шеті бір-екі соққыны салды жақсылап. Біз бұны соққының тіпті дыбысын да естідік. Сарт-сұрт өтіп, бас сүйектен түйіп жатқан. Соңғы минут. Ұтымды позицияны сақтап жүріп алса да болады. Соңғы минутта қатты бір тәуекелдің қажет жоқ Жахангер. Міне тағы да. Позиция алмасу. Соңғы мүмкіншілік. Шерзот Ибадилов үшін. Нет, вряд ли. Не хватит времени, да. Времени мало. Жетпейді әрине. Қаншама рет позиция алмасты, Жекпе-жек аяқталды. Құрметті көрермен. Не болды? Қоймады ма жекпе-жекке? Гонктан кейін де жалғастырып кетті ғой. Төрешілердің шешімін күтеміз. Төрешілердің шешімін айтудың да қажет жоқ шығар. Кім жеңімпаз екенін Алымжан-Кердің өзі де түсініп отыр.
Данный бой прошел всю дистанцию и по итогам 3 раундов единогласным решением судей победу одержал Джахонгир Нажметдинов!